Барлығыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Армани достар. Бүгін біз қыстық выживание екінші бөлімін түсіретін боламыз. Мінекей азан болды, дала азан. Қазір үстімде броня. Мінекей енді қазір не істеу керек бізге? Печкаларды көбейтейік. Және қазір біраздан кейін шахтаға шығуымыз керек. Біз не болып кетті достар. Мен осы үйді салдық, үстін қар жауып кетті. Үстін қар жауып кетті, бір түрлі болып кетті. Так, енді біз қазір ағаш кесеміз. Ағаш кесіп аламыз. Достар, қазір мен кішкене ағаш кесіп алайын, сосын видеоға ораламын. Достар, ағаш келіп, печканы көбейтіп тастадық. Енді қазір біз шахтаға шығып қайту керек болды, бірақ қазір біз мына жерді жөндеп жіберейік. Так, алып алайық заттар. Так, енді орындық жасайық. Орындықты оп, мінекей. Так, енді осылай отырамыз. Так, енді так, мына бір бәлелер істейміз кейін. Так, нақты терезелерді жасайын, бір құм керек болды. Құмды кейін табатын боламыз. Қазір біз палк істейік. Тоқта, мен қазір барып шахтаға барып 264 неге қайтуым керекпін. Так, мына жерден жоқ, бұл жерден емес, даладан қазайық. Так, мына жерден қазсақ. Так, осы жерден қазайық. Так, менің немгені лопатамды алып, оп, опа, мінекей, үстіп саламыз деп ма, үстіп қазып, қазір булыжникқа жүрсеміз. Енді көп не булыжниктер кесу керек, мынандай. Тек булыжник керек бізге, мусорлар емес. Мусорларда жинамай булыжниктер керек болады. Булыжникті мұнда алып қойық, қазір мен қойшы кереміз. Так, кесе берейік. Достар, лайк басып қалыңа тіркелейік. Менің выживание бірінші бөлімде уже қанша лайк болды өзі? 2 лайктай болып қалды. 1 сағат болып шыққанына 2 лайк жинап үлгерді. Керемет. Менде 42 подписчик болды. Енді соны отписка жасамаңыздар, мен видео шығарудамын. Так, факел бар ма екен? Факел жоқ, достар. Өстіп қарамай кесе береміз. Оны уголь таптым. Мен қазір енді факел істеуге болады. Менде факел бар екен. Көзім көрмей қалды. Факел бар екен ғой менде. Оп. Факел мыналарды алып алайық қазір. Угольді не кесуге, железо неге, факелге керек болады. Шатасып жатырмын осы сөздеріммен. Қазір түнде түсіріп жатырмын. Жәңде түсіріп болған соң, содан 2 сағат өтті, сосын бірінші бөлім 2 сағат өтті түсіргені. Сосын осы видеоны түсіріп жатырмын, қолым бос екен. Как раз қолым бос, видео көріп жатқам. Сосын өзім видеомды көріп, қыстық выживание 2-ші бөлімін түсіруге кеттім. Булыжник жинап жатырық. Қазір біз булыжник жинап болдым. Так, 53 булыжник болам екен. Болатын сияқты. Так, кеттік. Мен алдымда әлі тағы да қар басып кетті. Так, кетіндер, ар кетіндер. Болды, достар. Отсаттық. Енді бізге факел істеу керек. Факел атнет. Үстіп. Так. Мені. Достар, үстіне істейміз. Курсты алып тастаймыз, етті алып тастаймыз. Сосын мына жерге нені қоямыз. Сосын мына жерден осылайынан так нелер істеп тастаймыз. Енді үстіп тастайық. Так, болды. Достар, қазір күте тұрыңыздар, мен бір жер пешері табайын, сосын видеоға ораламын.
Ал достар, қазір біз мінекей үйдің жағынан қазатын болдық. Мына жатсан, қазір дала түн болу керек. Түн зомбилар артынан келіп неше есептеу үшін жауып қойдым. Так, жолымызда угольдер кездесетін жар, үңгірлер таппадым. Алдымыздан железалар шықса, осы жерден күйдіріп алып не істеуімізге болады. Да қойық мынаны. Әлі мал қора істейміз. Келесі видеоларда не болу керек? Қой тауып, негізі біріншісі бидай егіп, сосын мал табам, ары қарай өсе береміз, алмас табамыз. Железная броня болады. Нелер тастаймыз, каменныйлар тастаймыз, ары қарай железныйға көшетін боламыз. Мынандай налар шығып жатыр. Так, факел қойық, қараңғы болып кетті. Осы видеоға небәрі 5 лайк жинайықшы. Так, 5 лайк жинасақ, онда келсем. Так, неғып железалар шықпай кетті. Давай, железалар шықсаңдаршы. Железалар неғып шықпай жатыр. Так, қыстық выживание. Осы жаңа жылға арнап шығарып жатырмын. Так, факел қойық. Так, мына жерден ана жаққа дейінді бір 64 болма. Мына жер тесік екен. Керемет. Бұл жерде не бар? Өте қорқынышты екен. Да ештеңе жоқ. Гравилер. Опа. Ё-моё. Достар. Шошып қалдым ғой. Жаным амады ғой. Өлем ба деп. Так, да. Бұл лаушық емес болды. Жегендегідей. Бұл жер өте қауіпті. Еш жер теспеу керек, әйтпесе үстіңе гравия өтті, блин. Ё-моё, алдымыздан назомби шығып болды, әйтпесе қорықпайтын ем. Шошып кеттім ғой. Біз түнде түсіріп отырмын. Так. Оп, достар, қазір мен ауғылдығымнан кесіп аламын, сосын видеоға аламын. Достар, менеке кесіп болдық, менеке үй сопсамдаш. Так, осылай ары қарай кете берейік. Опа, тақпанды кешік оққандыкі. Железалар таптық, достар, железалар таптық. Жауымды зомби шықпыл шошқыт мой. Так, железалар таптық. Вот это да. Кейін железаның молын табамыз. Оған күмәнім жоқ, еш мәнім жоқ. Так, кеттік, мұнда адам жоқ. Өлдеріміз көп болса, факелдар да көп болды. Так, мұнда да железалар. Мұныша. Мұны өлтірмек қой. Пәу. Болды, достар. Так, енді железаларды кесіп, үйге қайтайық. Так, кішкене іздей тұрамыз ба? Кішкене іздей тұрайық. Так, железалар қайдасыңдар? Опа, міне железалар. Так, тағы. Бұл достар қайтайық. Ой, үйімізге қайтайық. Өліп қалмай тұрғанымызда. Так, бұл шақта керемет шақта екен. Осы шақтаға кіріп тұру керек. Так, факелдардың артынан кете берейік. Хоп, кеттік. Түскен жерімізге қайтып барайық. Қақтан түстім мен өз. Қақтан түсіп бедім. Ана ерге тозақ бар тұғым. Кеспік болды. Осылай. 14 железа таптық. Бұл нормальный қазіргі шақтарымызда. Так. Окей, достар. Таптық. Енді қазір оларды... жемеуім. Так, уже жетім азайы да. О, азам болды, керемет. Нәр жаттық, ешқандай зомби түспесін. Осы жер жаттап алу керек, мына факел қойым болды. Қарны ұшып бітті оймай. Достар үйге жеттік ау. Так, енді, мыналарды қойяқты балықтайық. Зомбилар. Так, бокс дейік. Сосын үстіне
лужниктарды қояйық та өзімізге бір меч істеп алайық. Та өлтірсеміз болды.